Сәлеметсіңдер ме, құрметті студенттер? Табиғатты пайдаланудың ұйымдық құқықтық негіздері және биоалуандылықты басқару модулінде табиғатты пайдаланудың құқықтық негіздері пәні бойынша бүгін біздің жаңа тақырыбымыз экологиялық құқықтық қатынастар. Экологиялық құқықтық қатынастар ұғымы және түрлері. Мақсаты білім алушыларға экологиялық құқық қатынастары және оның түрлері туралы білім беру. Күтілетін нәтиже: экологиялық құқық қатынастарды ұғымын түсіндіреді, экологиялық құқық қатынастар түрлерін ажыратады, экологиялық құқықтық қатынастардың пайда болуы, өзгеруі, тоқтатылуын талдайды, экологиялық құқық қатынастары субъектілерін және объектілерін анықтайды. Тақырыпты меңгере отырып сен білетін боласың. Экологиялық құқық қатынастар ұғымын нақтылауды, экологиялық құқық қатынастар түрлерін ажыратуды, экологиялық құқықтық қатынастардың пайда болуын, өзгеруін, тоқтатуын талдауды, экологиялық құқық қатынастары субъектілерін және объектілерін анықтауды сен білетін боласың. Жеке және заңды тұлғалар субъектілері болып табылатын экологиялық құқық нормаларымен реттелген қоғамдық қатынас экологиялық құқықтық қатынас деп аталады. Экологиялық құқықтық қатынастардың мазмұны осы қатынастарға қатысушылардың құқықтары мен заңды міндеттері болып табылады. Объективті құқық экологиялық құқық субъектілерінің белгісіз тобының құқықтары мен міндеттерін регламенттейтін құқықтық нормалар жүйесін білдіреді. Субъективті құқық жеке даралау болып табылады. Бұл субъектіге өз мүдделерін қанағаттандыруға мүмкіндік беретін заңды мүмкін болатын тәртіп шарасы. Жалпы құқықтар мен міндеттер құқықтық қатынастарға қатысушы нақты адамдардың тиесілінше айналады. Бұл ретте объективті экологиялық құқықпен реттелетін қоғамдық қатынастар нақты экологиялық құқықтық қатынастарға айналады. Экологиялық құқықтық қатынастардың тән белгілері: экологиялық құқық нормалар негізінде пайда болу, құқықтық қатынастар субъектілері нақты құқықтар мен міндеттерді жеткізуші болып табылады. Саналы, ерік-жігерлік сипатқа ие. Олар адамдардың еркі бойынша құрылған құқықтық нормалар негізінде қалыптасады. Құқықтық қатынастар субъектілері ерікті және танылатын іс-әрекеттер арқылы осы нормалармен ұйғарылған өз құқықтары мен міндеттерін іске асырады. Оларды мемлекет қамтамасыз етеді және оны мәжбүрлі күшпен күзетеді. Құқық нормаларының функцияларына сәйкес қалыптастырылатын экологиялық құқықтық қатынастар. Бұл реттеуші, табиғатты қорғау және табиғатты пайдалану саласында қоғамдық қатынастарды дамытуды ұйымдастыруға бағытталған. Экологиялық нормалау, сараптама, лицензиялау, сертификаттау, аудит, мемлекеттік кадастрларды мониторинг және тағы басқа жүргізу. Қорғаушылар, экологиялық құқық бұзушылықтар үшін заңды жауапкершілікті қолдану арқылы жеке және заңды тұлғалардың экологиялық құқықтарын қорғауға бағытталған. Экологиялық құқықтық қатынастар субъектілері экологиялық құқық қабілеттілігі берілген және әрекет қабілеттілігі бар субъектілер болып табылады. Қамтамасыз етілетін және құқықпен қорғалатын экологиялық маңызды бар мүдделердің түрі бойынша экологиялық құқықтық қатынастар субъектілері екі топқа бөлінеді. Бұл жеке және заңды тұлғаларға бөлінеді. Жеке тұлғаларға азаматтар, заңды тұлғалар, ұйымдар мен мекемелер. Субъектілердің құрамы заңнамамен қалыптастырылады. Бұл ретте олардың экологиялық құқықтық қатынастарға қатысу шарасы әртүрлі. Ол олардың құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігімен айқындалады. Экологиялық құқықтық қатынастар объектілер үш топқа бөлінеді. Интеграцияланған, сараланған, ерекше қорғалатын. Бірінші топқа қоршаған табиғи орта, табиғи кешендер жатады. Екінші топқа жеке табиғи объектілер мен ресурстар, жер қойнауы, су, атмосфералық ауа, ормандар мен ормандардан тыс өсімдіктер дүниесі, жануарлар дүниесі, озон қабаты, климат, жер маңы, ғарыш кеңістігі. Үшінші топ
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы объектілер. Экологиялық қатынастар субъективті экологиялық қатынастар мен заңдық міндеттердің болуымен айқындалады. Заңды міндет дегеніміз табиғи ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану, сондай-ақ экологиялық құқықтарды сақтау мақсатында заңмен анықталатын экологиялық құқықтық қатынастарға қатысушының тиісті мінез-құлқының шарасы. Заң міндеті субъективті құқықтан, одан құқықтық қатынас субъектісі бас тарта алмайтындығымен ерекшеленеді. Міндеттерді орындамау заң жауапкершілігін қолдануға негіз болып табылады. Жауапкершілік міндеті тиісінше орындалмаған кезде туындайды. Экологиялық құқықтық қатынастардың туындауына, өзгеруіне және тоқталуына заңдық фактілер негіз болып табылады. Заңды фактілер бұл құқықтық нормаларда көзделген заңдық салдардың туындауын тудыратын нақты өмірлік жағдайлар. Барлық заңды фактілер адамдардың мінез-құлқының саналы және ерікті актілері болып табылатын іс-әрекеттер заңды және заңсыз болып бөлінеді. Іс-әрекеттер заң актілері мен іс-әрекеттер болып бөлінеді. Заңды актілер нақты іс-әрекеттерді орындауға рұқсат беретін құжат, мысалы атмосфералық ауаға зиянды ластаушы заттарды стационарлық көздермен шығаруға Қазақстан Республикасының үкіметі белгіленген тәртіппен атмосфералық ауаны қорғау саласындағы арнайы атқарушы биліктің уәкілетті органының аумақтық органы берген рұқсат негізінде жол беріледі. Заңды актімен жағдайда өтініш иесі тұрақты атмосфералық ауаны ластау көзінің уәкілетті мемлекеттік органға рұқсат алу үшін заңды әрекеттер бұл тұлғаның ниетіне қарамастан заңды салдардың туындауына әкеп соқтыратын, яғни экологиялық құқықтық қатынастарды туындайтын, өзгертетін немесе тоқтататын іс-әрекеттер. Барлық іс-әрекеттерге мыналарға бөлуге болады. 10 іс-әрекеттер, яғни азаматтардың заңдардың экологиялық нұсқамаларын орындауы, қоршаған ортаға зиян келтіретін теріс әрекеттер деп бөлуге болады. Ал енді балалар, бүгінгі тақырып бойынша сіздер экологиялық құқықтық қатынастар және олардың түрлерін, экологиялық құқық қатынастар субъектілері мен объектілерін, экологиялық құқықтық қатынастарының пайда болуын, тоқталуы туралы білдіңіздер. Енді осы тақырып бойынша сіздерге тапсырма беріліп отыр. Бірінші тапсырма бұл бекіту сұрақтарына жауап беру. Бұл жерде осы тақырып бойынша 8 сұрақ берілген, бекіту сұрағы. Ал екінші тапсырма бұл интернет желісін пайдаланып, берілген сілтеме арқылы Қазақстан Республикасының экологиялық кодексін қарастырып, екінші және үшінші баптарын талдау және сол туралы мәлімет жазу. Құрметті студенттер, сіздер жіберген тапсырма бағалау критерийлері арқылы бағаланып отырады. Лекция және бейнесабақ бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Орындалған тапсырмаларды Платонс платформасына жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.